Әлемдегі ең қу жануарлардың бірі, мына шошқа мұрынды жылан, бауырымен жорғалаушыға қандай да бір қауіп төнсе, ол дереу өліп қалған кейіп танытады. Алдымен ол бірнеше рет бұралып, өлейін деп жатқанын көрсетеді. Содан кейін аузын ашып, тілін шығарып, теріс бетімен жата қалады. Егер бұлды аздық етсе, жылан аузынан қан жіберіп, өліктің иісін шығарады. Бұл сыртқы келбеті құмырсқаға ұқсас келетін ерекше араның түрі. Оның құмырсқалар арасында жүруінің бар мақсаты мына жердегі қоңыздың дернәсілі. Іннің басындағы қатты сауытымен бекітіп алған дернәсіл үстінен өткен құмырсқаларды аулап, олармен қоректенеді. Ал мына ара бұл жағдайды өз пайдасына қолданады. Ара дернәсіл үшін құмырсқалар сияқты оңай олжа емес. Ол жылдамдықпен оның аузынан сытылып өтіп, дернәсілдің жұмсақ жерінен ұстап алып, ішке қарай кіріп алды. Енді ара ұстап алған құрбанның денесіне өзінің жұмыртқаларын салады. Ал жұмыртқадан шыққан араның дернәсілдері қоңыздың дернәсілін іштей жейтін болады. Оларға ешкім кедергі жасамас үшін ересек ара тастармен ол жерді бекітіп қояды. Гавайлық жұлдыз құрттарды өз айласына асыру жағынан ешкімнен қалысар емес. Бұл жұлдыз құрттың қарапайым жапырақтармен қоректенетін түрлерінен айырмашылығы жыртқыш болып келеді. Олар бұтақтардың арасында бүркемеленіп, ағашқа қонған дрозофил атты шыбындарды аулайды. Бұл жыртқыш аллигатор тасбақа. Ол үлкен әрі өте баяу қозғалатын болғандықтан балықтарды өздігінен аулай алмайды, бірақ оның артық қозғалыссыз өз қоректеріне қол жеткізетін керемет әдісі бар. Су астында жақтарын қатты ашады және оның тілінің пішіні құртқа ұқсас келеді. Балықтар оны жыбырлап жатқан құрт деп ойлап, тасбақаның құрбанына айналады. Жануарлар әлемінде ең айлакер тіршілік иесі деп мына еліктегі 8 аяқты айтсақ болады. Бұл 8 аяқ өзінің сыртқы түсін өзгертуден бөлек дене пішінің басқа жануарлар сияқты етіп келтіре алады. Мысалға, оған қандай да бір қауіп төнген жағдайда аяқтарымен мына улы жыланның қимылын жасап, жауларынан қорғанады. 8 аяқ олардың дене пішінін келтіруден бөлек балықтардың қимыл қозғалысына дейін еліктейді. Қазіргі таңда бұл 8 аяқ 15 түрлі жануарларды еліктей алатыны белгілі. Келесі таныс болатын тіршілік иесі бұл қанішер қандала. Ол өз құрбанына айналған құмырсқалардың қанын сорып, одан кейін олардың сыртқы қабықтарын өз үстіне жинайды. Жиналған құмырсқалардың өліктері қандалаға олардың иісін береді. Соның арқасында ол құмырсқалардың үйлеуіне кіріп, оларды аяусыз жейтін болады. Өкінішке орай құмырсқалар оған қарсы ештеңе істей алмайды. Қандай жануарлар ешқашан аш қалмайды десеңіздер, Амазонка өзенінің маңында тіршілік ететін ара тотықұстары. Себебі олардың ас мәзірінде топырақ бар. Қаншалықты бір түрлі естілсе де, әлемде шын мәнінде топырақ жейтін жануарлар кездеседі. Құстардың көптеген түрлері бұл жердегі қолайлы орындар үшін күреседі. Бәсекелестік жоғары. Ал жыртқыштар тотықұстардың бұлай жиналғанын пайдаланып оларға аңшылық жасайды. Сондықтан қандай да бір қауіптің белгісі бола қалса, олар дереу сол жерден ұша жөнеледі. Алайда олар әрқашан қайта айналып келеді, немесе ұқсас басқа орын іздейді. Өйткені топырақты жеу қажеттілігі жиі туындайды. Құстар сағаттап осы жерде отырып, топырақ жеумен және ең жақсы орындар үшін бір-бірімен таласады. Егерде тотықұстардың ұрпақтары болса, онда ересектер тез арада өздері тойып, содан кейін ұяға қарай топырақ тасуларына тура келеді. Балапандар өздері ұшатын сәтке жеткенше, ересек құстар оларға 5 келедей топырақ таситын болады. Топырақты жеу маңыздылығы негізінен мұхиттан, алыс жерде өмір сүретін жануарларға тұздың жетіспеуінен туындайды. Себебі тұзсыз ұрпақтарының ми мен сүйектері толыққанды дамымай қалады. Топырақ тек балапандарға ғана емес, ересектерге де пайдалы. Өйткені ол құстардың әртүрлі жемістердің тұқымдарынан алған токсиндерін бейтараптандырады. Мен сені жерге көмемін деген сөзбен мына батпақты, лай суда тіршілік ететін қос тынысты балықты қорқыта алмайсың. Бұл ерекше қабілет оларға миллиондаған жылдардан бері өмір сүруге мүмкіндік беріп келеді.
Қатты құрғақшылық басталып су түгелдей тартылып қалса, бұл балықтар сүтқоректілер секілді ауамен тыныс ала бастайды. Кейде құрғақшылық бірнеше жылға созылады, бірақ балықтарға бұл жағдай мәселе тудырмайды. Олар лайдан қазып соның ішіне кіреді, денесін сілекеймен жабады. Ол кепкен соң балықты толық сусызданудан қорғайтын тығыз қапқа айналады. Арада бірнеше жылдар өтеді. Жергілікті халық бұрын бұл жерде көл болғанын да ұмытып кеткен. Ал қос тынысты балық әлі де өз сәтін күтіп жер астында қатып жатыр. Жергілікті тұрғындар бұрынғы көлдің орнынан топырақтар алып, құрылысқа кірпіштерін жасайды. Адамдар олардың ішінде тірі балықтар бар екенін білмейді. Ғимарат тұрғызылып біткен соң ұзақ күткен жаңбыр да жауады. Сол ылғал қос тынысты балықтарға жетіп, оларды оятып жібереді. Содан кейін балықтар қабырғадан секіріп сыртқа қарай шығады. Ғалымдардың зерттеуі бойынша бұл балықтар тіпті динозаврлардан бұрын өмір сүрген және әлі де тіршілік етуде. Енді олардың неге бәрінен ұзақ өмір сүргені түсінікті. Бұл ұрғашы алтын көз қоңыз өз жұмыртқаларын өсімдіктерге салады. Бірақ бір мәселе бар. Егер құмырсқалар байқап қалса, олар жұмыртқаларды жейді. Алайда алтын көз қоңыз ерекше әдіс қолданады. Ол жұмыртқаларын тікелей өсімдіктің сабақтарына емес, алдымен ол кішкентай жабысқақ жібек тамшысын шығарып, содан кейін сол тамшының ұшына жұмыртқасын қояды. Нәтижесінде жұмыртқа ауада қауіпсіз түрде ілініп тұрады. Алтын көз қоңыз өзінің құрсағында бездері арқылы жібекті сұйық күйінде шығарады. Ол күніне 30-ға дейін жұмыртқа салады. Әрқайсысы жеке жібек жіпшесіне бекітіледі. Бұл жіп соншалықты жіңішке, тіпті құмырсқалар сияқты жыртқыш жәндіктер оның жанынан өтіп бара жатып, көз алдында дәмді тағам тұрғанын байқамай қалады. Құмырсқалар үнемі азық іздеуге шықса да, алтын көз қоңыздың жұмыртқалары аман қалады. 3 күннен кейін оларды кішкентай дернәсілдер жарып шығады. Енді олар өз бетімен өмір сүреді және бұл еңбекқор ұрғашы қоңыздың қамқорлығының арқасында кішкентай қоңыздар өмірге жақсы бастау алады. Дәл осымен біздің видеода өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Видео қызықты әрі пайдалы болса, арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.